Жолаушының жол ақысы. Лұқпан хакім бір жас баламен сапарлас болады. Шаш жігіт салған жерден: "Ақсақал, жолымыз бір сияқты. Әңгіме айтыңыз, жол қысқарсын", деді. Лұқпан мыңның түсін білгенше бірдің атын біл, деді де үн-түнсіз жүре берді. Сөз астарын ұқпаған бала қайтадан қолқалап: "Ақсақал, көпті көргенсіз, ақыл айтыңыз", деді. Лұқпан хакім бұрылмастан: "Балам, отырған орныңды сақта", деді. Бала бұл сөздің де мәнісін аңғармады. "Ата болмаса білгеніңізді айтыңыз, біз де біле жүрейік", деді. Лұқпан: "Балам, асылыңды сақта", деді. Бала ішінен "Мынау бір қырсық шал екен", деп ойлады. Осылайша екеуі бір ауылдың шетіне ілікті. Лұқпан: "Балам, мына ауылдан құман сұрап әкелші, дәрет алайын", деп баланы жұмсады. Бала ауылдан құман сұрап барса, олар: "Құман сұратқан кісінің есімі кім?" деді. Бала: "Атын білмеймін", деді. Ауыл жұрты: "Құман сұратқан молданың атын білмейді қандай кешшесің? Сапарда қарияның атын сұрамай, насыбай сұрадың ба?" деп ұрысып жібереді. Бала қайтып келіп, ақсақалдың атын сұрады. Қария: "Лұқпан хакім деген кісі сұратып жатыр деп айт", деді. Лұқпанның атын естігенде ауыл ақсақалдары оның алдынан шығып қарсы алды. Қой сойып, қонақ қылды. Лұқпанға сәлем беретін кісілер көбейген сайын қасындағы серігі үлкендерге орын беріп, есікке ығыса берді. Лұқпан мұны әдейі байқамаған болып отыра берді. Серігі босағада отырған сол ауылдың балаларымен табақтас болды. Ет турап отырғанда бір бала оның кездігін сұрап алып қайтармады. Лұқпан хакім бұған да байқамаған сыңай танытты. Қонақтар тарқаған соң серігі Лұқпанға: "Ата, кездігімді бір бала алып бермей кетті. Алып бересіз бе?" деді. Ертесіне аттанарда Лұқпан қасындағы жас баланы көрсетіп: "Мына бала немере інімнің қалған жалғыз тұяқ. Осыдан бір жыл бұрын інім сапарға кеткеннен оралмады. Іздеп мәйітін таптық. Жон арқасында бір кездік қадалып тұрды. Содан бері бұл кездіктің иесі табылар ма екен деп ел аралап жүрген жайымыз бар. Кеше кездіктің иесі осы ауылдан табылды", деді. Ауыл ақсақалдары кездікті алған баланы шақыртып: "Кездікті не үшін алдың?" деп сұрағанда, еш нәрседен хабар жоқ, қанмен қаперсіз тұрған бала: "Бұл кездік менікі", деп жауап береді. Бұл уәжді пайдаланған Лұқпан өз сөзі өзіне куә. "Інімді бұл баланың әкесі немесе ағасы өлтірген", деп құн сұрады. Алған бала: "Кездікті ойнап алып едім", деп азар да безер болды. Лұқпан құн даулап отырып алды. Ақсақалдар шарасы құрып: "Айып бізден, төрелігін өзің айт", деді. Ердің құны 100 жылқы, ары 1000 жылқы деген. 100 жылқы алғанмен інім тірілмес. Баласына ер тұрманымен ат мінгізіп шапан жабыңдар, осымен бітісейік", деп төрелік айтты. Ел жұрт бітімге риза болып сұрағанын берді. Хакім ауылдан ұзағасын жас жігітке: "Кездескен күні жөн сұраспадың. Бір көрген біліс, екі көргенің таныс, үш көргенің туыс деген. Таныспай жатып әңгіме сұрадың. Мен саған мыңның түсін білгенше бірдің атын біл дедім астарлап. Оны ұқпадың. Соның кесірінен бір құманға 2 бардың. Екінші мәрте әңгіме сұрағанда орныңды біл дедім.
сөз мәнісін білмей босағадан бір-ақ шықтың. Үшінші ретте асылыңды сақта дедім. Бозбалалар басынып кездігіңнен айырды. Соның кесірінен жалған дау шығарып, өтірік құн сұрадым. Жолаушылық ақың үшін кездігіңді әперемін деп келеңсіз дауға келіктім. Бұдан бұлай сөзді ишарадан ұқ. Жақсыға ишара, жаманға не шара?